Оқушылар, тағы да сіздерге сәлем. Біз сіздермен бүгін шынының сыну көрсеткішін анықтайтын зертханалық жұмысын жасаймыз. Сыну көрсеткішін анықтау. Бұл бойынша біз сын иллюзияны білеміз. Так, n тең синус альфа бөлінген синус бетта дейміз. Мұндағы альфа түсу бұрышы. Так, гамма шағылу бұрышы. Және бетта сыну бұрышы. Так, енді мына жерден біз лазерді қосайық. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде так, мынау түсу бұрышы, қазір міне сіздерге қалай көрсетсем болады. Мына жерде көрінбейді міне. Мына жерде қараңыздар. Түсу бұрышы қанша градус болып тұр? Альфамыз 30, 40, 50, 45 градус. Түсу бұрышы альфа 45 градус. Ал шағылу бұрышы ол да 45 градус. Ал бетта сыну бұрышы. Сыну бұрышы дейміз міне екінші ортаға өткен кездегі бұрыш. Ол елу, 40, 30 градус. 30 градус. Сонда жалпы n тең синус альфамыз 45 болатын болса, бөлеміз синус беттамыз 30 градус. Қанша болады? Синус 45, ол просто 2 бөлінген 2. Бөлінген синус 30 деген сол 2-ден 1. Сонда просто 2 бөлінген 2. 2-ден 1-іміз бізде бұлайна қысқарып кетеді де, түбірасты 2-ден жуықтап алған кезде 1,4 шығады. Сонда жалпы шынының сыну көрсеткіші, n шыны, ол 1,14 деп аламыз. Міне осыны сіздер қазір орындау керексіздер. Кәдімгі құрал жабдықтармен.